Көкшетаудағы қоныс колониясында жазасын өтеп жатқандар 2 жылдан кейін туған туысқандарымен қауышты. Олар бұл күнді аналар күні деп атапты. Пандемиядан кейінгі алғашқы кездесуге әсіресе сотталған әйелдер ерекше әзірленген. Арманым тезірек бостандыққа шығып, отбасымен аман-сау қауышу. Осындай байқаулар бізге өте қажет, себебі бір үйде болғандай болып сезінеміз өзімізді. Бұл отбасын ошақ қасын сағынған әйелдің сөзі. Тура жолдан тайып түрлі қылмысқа барғандардың арасында абайсызда адам өлтіріп, есірткі сатып, ақша ұрлағандар да бар. Осындай ауыр қылмыс жасап, жазасын өтеу мерзімі аяқталуға аз қалғанда тәртібіне қарап көпшілігін осы қоныс колониясына ауыстырады екен. Бұл жолғы кездесуді олар ұзақ күткен, өйткені көктем мерекесіне аналары шақыртылатынын естіген. Сондықтан қыз-келіншектер түрлі тағамдар пісіріп, әркім өз қолымен дайындаған дәмін келген қонақтарға ұсынды. Сондай-ақ колониядағы аналар күніне аналар жайлы әндер шырқалып, сахналық қойылымдар қойылды. Бізде бұл ашық есік күні 2 жылдан аса өткізілген жоқ. Өткені барлықтарыңыз білесіздер, пандемия болды. 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне байланысты ашық күн өткізіп жатырмыз. Бұл өткізген себебіміз бұл сотталғандармен бірінші рет ата-аналардың арасында әлеуметтік байланысты нығайту өткізіледі.